Кіші ұлымның сөзінен кейін үйі құм-қаша бастады. Енді не істейміз? Үлкен ұлым өз қамын өзі ойлап, қаражат жиып бізге салмақ салмады. Ал кіші ұлым оқу бітіріп жұмыс істеп жүрсе де, жинаған ақшасы жоқ екен. Біздің де жағдайымыз белгілі. Артық ауыз ақша да жоқ. Үлкенімнің өз шығындары бар. 2 баласы, үйге алатын азық түлік дегендей. Шалымның табысы да мардымсыз. Сөйтіп уайымдап мазам қашып жүрді. Кенжем қаладан келген сайын сұрайды. Мама, қайттыңыз? Әкем мен ағама айттыңыз ба? Қашан үйлендіресіздер? Қызымның күн сайын іші өсіп келеді дейді. Өзім жүйкем жұқарып жүргенде сосын ұлыма айттым. Аяғы ауыр болса келесі айда алып қашып келе сал. Ақыр асығыс екенсіңдер. Оған дейін ағаң мен әкеңе айтып дайындаламыз дедім. Сөйтіп үйдегілерге кенжемнің үйленетінін айттым. Олар мұны естіп таң қалды. Сонымен не керек, келесі айда кенжем келін әкелді. Қайнапкелерім осындағы туыстар болып түсіріп алдық. Келінім ұзақтан екен, кіші жүздің қызы. Ата-анасы басқа қалада тұрады. Өзі Алматыда жоғары оқу орнында 4-ші курсты тамамдағалы жүрген студент екен. Мұнда әпкесінің үйінде тұрып жатыр екен. Содан сол әпкесіне хабаршы жібердік. Өзіміз қуғыншы күтуге дайындалып жатырмыз. Әлден уақытта хабаршылармен бірге қуғыншылар да келді. Әпкесі мен жездесі және бір туысқан тәтесі келді. Тәтесі үлкендеу кісі екен. Кіргеннен қабағы қатулы, ұрыса сөйленіп кірді. Қызымызды неге алып қашасыздар? 2 жас көңіл қосып жүрген болса, алдымыздан келіп өтпейсіздер ме? Ата-анасы, осында туыстары бар. Бұл не сұмдық деп ішке кіріп, шымылдықта ақ жаулық салып отырған келінге де ұрса бастады. Сол кезде қайнапкем тәтесін сабырға шақырып, жатса да қояр емес. Сосын мен бардым да ол кісіні басқа бөлмеге сөйлесуге көндіріп алып кеттім. Екеуміз оңаша қалдық. Сол кезде бар жағдайымды айттым. Мен баламды қазір үйлендірейін деп отырған жоқ едім. Бұған жағдайым да жоқ. Бірақ сіздердің қыздарыңыздың аяғы ауырлап қалыпты. Сол себепті ұлым алып қашып келді. Қыздарыңызбен барлығын ақылдасып, келісіп, жасалып отырған жағдай. Жақын арада той жасап бере алмаймын, бірақ болашақ құдаларымды шақырып құдалық жасаймын деп едім. Тәтесі үндемей қалды. Сөйтіп шыға салып келінге ұрысты. Санасыз екенсің, сені атаның осылай тәрбиелеп пе еді? Олар анда сені оқып жүр деп барын саған салып бүкіл жағдайыңды жасап отырған жоқ па? Масқара қылдың оларды деп ұрысты. Жанындағы бірге еріп келген келіннің әпкесіні де сен не істеп жүрсің сіңліңе қарамай, үлкенсің ғой деп біразға дейін ашуын баса алмай. Ақырында ата-анасына не айтамыз деп уайымдап кетті. Кейін қайнапкелерім туыс апамыз тәтесін жұбатып қонақ бөлмеге апарып отырғызды. Содан қуғыншыларды жақсылап күтіп шығарып салдық. Іштей өзіме риза болдым. Келіннің аяғы ауыр болып қалғаны маған да жақсы болды. Көп шығыннан құтылып қалдық. Ертесінде беташар жасадық. Енді 2 келінім болды. Кіші келінім бір үйдің 2-ші баласы екен. Қаладағы әпкесі өзі, сосын 2 інісі бар екен. Беташардан соң үлкен келін екеуі үй жинап, ыдыс-аяқ жуып үй тіршілігіне кірісіп кетті. Кіші келін тірлігі ылдам жылдам, жүрісі ширақ, жүзіңе тіке қарайды, еш именбейді. Үлкен келінмен тез тіл табысып кетті. Ал үлкен келінім қимылы баяу болса да, бәрін тыңғылықты, тап-тұйнақта етіп істейді. Ешқашан бетіме тік қарап сөйлеген емес. Мен араласпаған туыстармен жақсы қарым-қатынас құра білді. Көршілермен де араласып жүретін. Біреусі ауырып қалып көмек сұрап келсе жоқ демейтін. Барып қарасып, дәрі егіп, система салып беріп жүретін. Мұнысын бүкіл ауыл біліп сыйлайтын болды. Өз туыстарымен де ұлым екеуі жақсы араласып жүрді. Бұларды той томалағынан қалдырмай шақыратын. Бұлар да сыйлықтарын алып шақырған жерінен қалмай барып келетін. Қайнапкелерім де осы үлкен келінімді мақтап, тәуір көріп жақын тартып тұратын. Ал мені ешқашан бұлай жақын тартқан емес еді. Тіпті дұрыстап сөйлеспейтін де. Мен кейде баламды қызғанатынмын. Қайын жұртына жақын болып кетеді ме деп ойлайтынмын. Бірақ балам да қайын жұртын тәуір көретін. Келіннің ата-анасын мама, папа дегенде
Ішім күйіп жүретін. Кейде үлкен ұлымның бар назарын өзіме аудару үшін өтірік ауырып қалатынмын. Ол болса жаны қалмай айтқанымның барлығын істеп, жанымнан шықпай қалатын. Қайын жұртына да көп жібермеуге тырысатынмын. Ал кіші ұлым болса өзін көбірек ойлайтын. Эгоист деу еді. Үлкенім сияқты маған жаны аши бермейтін. Бірақ келіншегі дегенде басқаша еді. Соның бар жағдайын жасайтын. Жеріксің ғой деп аузымнан шыққанның барлығын алып беретін. Осылай екі келінді болып тұрып жаттық. Немерелерім өсіп, ұлдарым мен шалым жұмыста, мен келіндер мен үйде. Екі келін бірге үй тіршілігін жасайды. Үлкенім кішісіне барын үйретіп, екеуі тату болып жүрді. Кішісі оқуына барып келіп оқып жүрді. Сол кездерде мен, екеуі бірігіп мені жамандайды ма екен? Екеуі тату болса менің сөзім өтпей қалады ма деп ойлап, бір жоқта бірін жамандайтынмын. Кіші келіннің алдында үлкенді болмашыға, тырнақ астынан кір іздеп, жер жебіріне жетіп, абыройын түсіргім келіп ұрсатынмын. Өзімді керемет қатал ене қылып көрсеткім келетін. Кішісі де менен қорқып жүрсін деп ойлайтынмын. Мұндайда үлкенім сол баяғыдай үндемейтін. Көзі мөлтілдеп тіршілігін жасап жүре беретін. Ал кішісі көзі бақырайып маған қарап қалатын. Бір күні кіші келінге құдалық жасайтын болып, келіндер үй ақтап жиыстыра бастады. Сол кезде сөредегі менің анам берген қызыл оюы бар чайный сервисімді сөренің үстінен құлатып, сындырып алыпты. Бұл анамның сыйлығы еді. Мен үшін қымбат болатын. Қайсы сындырғанын білмеймін. Мен дереу үлкен келінге ұрса жөнелдім. Қатты ашуланып қолымдағы чайникпен келіннің басынан нұқып жібердім. Ол бұрыла қалған екен, чайниктің сынған жері шекесін сырып кетті. Қан сау ете қалды. Қанды көріп шошып кеттім. Кіші келін жүгіріп барып, перекис йод алып келіп, үлкен келіннің шекесіне мақтамен жағып жатыр. Осылай абгер болып жатқанымызда үлкен балам кіріп келді. Мұндай уақытта келе қоймайтын. Мен сасып қалдым. Балам түк түсінбей, қолындағы пакетін лақтыра салып, келіншегінің қасына жүгіріп барды. Не болды деп сұрап жатыр. Бір кезде қан тоқтады. Кішкентай қан тамыры жарылып кетіпті. Мен не дерімді білмей отырмын. Сол жолы артықтау кеткенімді білемін. Келінім үндемей тұрды да, болды, шыдамым бітті деп, көзім өлтілдеп бөлмесіне жүгіре басып кіріп кетті. Балам аң-таң боп маған қарап, мама не болды деп сұрады. Мен сөредегі чайник сынып, соның сынығы шекесін сырып кетті деппін сасқанымнан. Сол кезде кіші келін тұрып, аға, абысынымның еш жазығы жоқ. Чайникті мен байқаусызда түсіріп алдым. Мамам сол үшін абысынға ұрысып, чайникпен басынан ұрамын деп сынығымен шекесін сырып жіберді. Негізі мамам үнемі болмайтын жерден ұрыс шығарып, абысыныма тиісе береді. Келгелі байқап жүрмін деді. Кіші келіннен мұндайды күтпеп едім. Ұлым ашулы көзбен маған бір қарады да бөлмесіне кіріп кетті. Мен ашуланып кіші келінге ұрса жөнелдім. Неге олай деп айтып отырсын десем, келінім маған тік қарап тұрып, мен көргенімді бар шындықты айттым. Мен келгенде сіз де менің тәтеме бар шындықты айттыңыз ғой. Бар жағдайыңызды айттыңыз. Мен де сол секілді бар жағдайды айттым деп, еш саспай дәрілерін жиып кетіп қалды. Мен шок болып, тұрған жерімде состиып тұрдым да қалдым. Сол жағдайдан кейін араға бір апта салып, келінім үлкен немере қызымды бақшаға беріп, ұлын кіші келінге табыстап жұмысқа шығып кетті. Таңертең ұлыммен жұмысқа кетеді, кешке бірге келеді. Атасы немеремді бақшаға апарады, кешке қайта алып келеді. Үлкен келім маған мүлде қарамайда, сөйлемей де қойды. Ұлым да үнсіз, келіншегімен бірге жұмысқа барып келіп жүрді. Осы аралықта көп ұзатпай кіші келіннің құдалығын жасадық. Жаңа құдалармен таныстық. Ол кісілер де өте жақсы адамдар екен. Ата-анасы жоғары білімді, көзі ашық, қызметте істейтін кісілер екен. Туыстары да бақуат адамдар екені көрініп тұрды. Әкесі біраз ренжіп сөйлеп алды. Қызымды той жасап ұзата алмадым. Келген жерінде ақ көйлек кимеді деп. Оған бізден кінә жоқ. Жағдай солай болды. Біз қалың мал бермесек те шешесі өз парызымыз деп жасауын әкеліп берді.
Құдалық өткеннен кейін бір күні бәріміз кешкі ас ішіп отырғанда үлкен ұлым: «Папа, мама, енді қолдарыңызда келін бар. Інім осы қара шаңыраққа ие болады. Бізге баталарыңыз бен рұқсаттарыңызды беріңіздер. Мен бөлек шығамын», деді. Бұл біз үшін күтпеген жаңалық еді. Әкесі дереу: «Қайда кетесіңдер? Пәтерден пәтерге қаңғымақшысың ба? Балаларың кішкентай, қиналасың ғой. Неге асығыс шешім қабылдадың? Інің үйленді деп сені қуып жатқан жоқпыз ғой», деп ренжігендей сөйледі. Ұлым маған қарады. Менің ішім қылп ете қалды. Ұлым: «Бәрібір ерте ме кеш пе бөлек шығамыз, сол үшін ертерек қамдана берейін», деді. Қаладағы жұмысындағы бастығының қала шетінде салынып бітпеген үйі бар екен. Сол үйін сатқалы жүр екен. Ұлым сол бастығымен сөйлесіп, келісіп, сол үйді алатын болыпты. Жарты ақшасын өзі, ал жартысын қайынатасы беретін болыпты. Мұны естігенде әкесі біраз ашуланды. «Қайынатаңнан ақша алма», деп. Бірақ ұлым кейін қайтарып беретін болып келістім, деді. Шалымның көңіл күйі түсіп қалды. Немерелерін қатты жақсы көретін еді. Менің де ішім ашып, жүрегім сыздап қалды. Көңілім құлазып, немерелерімді қимадым. Ұлымды келінім алып кетіп бара жатқандай болды маған. Арада бір ай өткен соң ұлым сол үйді сатып алды. Сөйтіп 2 бөлмесін бітіріп, келін бар жасауын тіпті қасықтарына дейін жинап көшіп кетті. Үлкен келінім кетерінде атасымен жылы қоштасып, «Маған аман жүріңіз», деді де артына бұрылмастан көлікке отырып кетіп қалды. Кіші ұл келін екеуі көшірісіп көмектесуге бірге кетті. Үйіміз құлазып, өлі тыныштық орнады. Шалым бүк түсіп жатып қалды. Мен де бір түрлі көңілім құлазып, көзіме жас келді. Сөйтіп кіші келінмен қалдық. Үлкенім жайғасып алған соң үйге шақырамыз деп айтып жіберіпті. Кіші келінім абысыны секілді емес еді. Айы күні жақындаған сайын тез шаршап қалатын, таңертең кешірек тұратын. Мен ерте тұрып сиырды сауып, таңғы ас дайындамайсың ба десем, «Балам, анадай ішімен қалай сауады, өзіңіз сауа салмайсыз ба?» дейді. Үлкен келін 2 баласында да босанғанға дейін сиырды да сауып, үйдің бар тірлігіне үлгеретін. Оның қадірін кете сала түсіне бастадым. Таңертең ерте тұрып, сиыр сауып, шалыма таңғы асты да өзім беретін болдым. Қайтадан үй тіршілігіне араласа бастадым. Бұрын бар киімімізді үлкен келін айтқызбай-ақ іш киімдерімізге дейін кір салғыш себеттен алып жуып кептіріп, жинап әкеліп салып қоятын. Енді өзім жуатын болдым. Бірдеме дейін десем, кіші балам дереу әйелінің сөзін сөйлеп, аяғының ауырлығын сылтау қылатын болды. Бір күні әдеттегідей ерте тұрып, сиыр сауып, шелектегі үстімді көтеріп келе жатсам, дарбазадан Гүлзей кіріп келді. Сүт сұрай келіпті. Мені көре салып, «Әй құрбым, немене сиыр сауып жүрсің бе? Келінің қайда?» дейді. Мен ыңғайсызданып, келіннің босанатын уақыты жақындап қалды ғой, өзім сауып жүрмін, дедім. Ол мырс етіп күліп, келінге келін болып жүрмін десеңші», деп күлді. Мұнысына ыза болып қалдым. Содан сүтін құйып бердім де үйге кіріп, сүтті пісіріп, шалыма шай беріп жұмысқа жібердім. Ұлым да тұра салып, беті қолын жуа сала, «Кешігіп барамын» деп шайды ішпей асығып кетіп қалды. Артынан ұйқылы ояу көзімен келін шықты. Асықпай сыртқа шығып келіп, беті қолын жуып, пісіп тұрған сүттен құйып ішкелі отыр. Мен ашуланып отыр едім. Оған зекіп сөйлей жөнелдім. «Ертерек тұрмайсың ба? Бізді қойшы, ең болмаса ана күйеуіңе шай беріп жібермейсің бе? Аш кетті. Бала туатын сен ғанасың ба? Үйде дым істемейтін болдың ғой», деп сөйлендім. Сөйтіп едім, келінім мыс қақпастан бетіме тік қарады да, «Мама, менің аяғым ауыр. Өз-өзімді күтуім керек. Бұл уақытша, Алла бұйыртса аман есен босанып алайын. Сосын өз-өзіме келемін. Күйеуім аш қалмас. Жұмысында асхана бар ғой. Оның үстіне үнемі осылай емес қой. Бүгін ғана шамалы мазам болмай тұр», деді. Келінімнің жайдарлы күйіне одан ары жыным келді. Өзім де жүйкем жұқарып жүреді. Гүлзейдің үстімнен күліп кеткені бар. Ашуланып келінге дауыс көтеріп, аузыма келгенді айтып ұрыстым. Келінім сол отырған күйі көзі бақырайып, маған қарап қалды да бір кезде ол да ашуланып кетті.
Маған қарап, неменеге мені балағаттап жатырсыз? Өзіңізді біліп алыңыз, біз ештеме білмейді дейсіз бе? Кезінде өзіңіз қолыңыздан дым келмейтін олақ, салақ келін болыпсыз ғой. Артыңыздан енеңіз жуып отырған екен. Кейін абысыным жауып отырыпты. Оның өзін мойындағыңыз келмей, күн көрсетпей жібердіңіз. Сыйлағанды білмедіңіз. Мені де аяғың ауыр болып келдің деп, бетіме басып, маған тойда ештемеде жасап бермедіңіздер. Мен балаңыздың алдында пәкпін. Сол да жеткілікті маған. Аллаға шүкір, олай келсем де қолымнан бәрі келеді. Ал білмегенімді абысыным үйретті. Сондықтан сыйыңызды кетірмеңіз. Мен сізге үндемей барын ішіне жұтып жүре беретін абысыным емеспін, деп орнынан тұрды да бөлмесіне кетіп қалды. Келіннің мұндай сөздерінен көз алдым тұманданып, басым дыңылдап кетті. Жүрегім қысылды. Сөйтіп мазам болмай ауырып қалдым. Бөлмеме кіріп жатып қалдым. Содан кейін келінге мүлде сөйлемейтін болдым. Осылай уақыт өтіп жатты. Айы күні жетіп, келінім ұл босанды. Бұған барлығымыз қуандық, өйткені үлкен ұлдың балаларының орны ойсырап қалып еді. Үйде балалардың шулап жүргені қандай жақсы еді. Сөйтіп шалым да қуанып, мал сойып, үлкен ұлым мен келін келіп шығарып алдық. Келінім сол күйі маған салқын қабақ танытып жүрді. Үлкен балам түк болмағандай кейіп танытқаны мен бәрібір бұрынғыдай емес еді.